Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сандар тізбегі деп аталады. Бірінші тарау натурал сандар және нөл тарауындағы сабағымыз сандар тізбегі деп аталады. Осы сабақтағы оқу мақсатымыз натурал сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтау, екіншісі натурал сандар тізбегінің жеткіліксіз элементтерін табу. Енді осы жерде сандар тізбегі дегеніміз не? Сандар тізбегі дегеніміз мынадай ережеден бастайық. Сандар тізбегі мүшелері, мысалы натурал сандарды бірден бастап жазайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тағы солай кете береді. Бұл жерде сандар тізбегі деген шықты. Немесе 2, 4, 8, 6, 10 тағы басқа сол сияқты істеген жазған кезде тағы да сандар тізбегі пайда болды. Әрқайсысын белгілейміз. Мысалы, сандар тізбегін біз әрқашанда қандайда бір латын әріпімен немесе белгілейміз латын әріптермен. А1, А2, мысалы Б, С, Д деп те белгілеуге болады. Енді бұл жерде біз әріптерін белгілейік. А1, А2, А3, А4, А5 деген. Сонда мысалы сіздерге айтады, сандар тізбегінің мысалы А6 мүшесі 12 санына тең. А15 мүшесі 30 санына тең дейді мысалы. Бұл жерде формула АН тең 2N деген формула бойынша анықталып тұр. Мұндағы А1, А2, А3, А4 дегендегі индекстері 1, 2, 3, 4 деген сандар. Бұлар индекстер деп аталады. Индекстер дегеніміз сандар тізбегіндегі рет номерін көрсетеді. Әрқартай. Енді сан тізбегі дегеніміз не? Осыдан қандай анықтаманы шығарамыз? Сан тізбегі дегеніміз мүшелері нөмерлеп шығуға болатын шексіз сандар жиынын сан тізбегі деп атаймыз. Ал тізбекті құрайтын сандарды тізбектің мүшелері деп атайды. Тізбектер мынадай топқа бөлінеді. Мысалы, қарап отырсаңыздар презентациядан біріншісінде 4, 7, 10, 13, 6 деген бар. Бұл жерде -3n қосылған бір формуласымен берілген сандар тізбегі көрсетілген. Екінші жағдайды қарастырайық. 3, 2, 3, 2, 3 деген сандар тізбегі берілген. Бұл жерде сандар тізбегі -3 және 2 санымен жазылған сандар тізбегі болып келеді. 7, 7, 7 деген сандар тізбегі бар. Ол дегеніміз 7 санмен ғана жазылған тұрақты сандар тізбегі деп аталады. Енді бір мысал қарастырайық. Мысалы, жақшаның ішінде n қосылған 3 көбейтілген 2 формуласымен берілген x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 мүшелерін беріліп тұр. Осыдан сіздерге сандардың 5-ші және 7-ші мүшесін табу керек дейді. Шешуі, егер n тең 5-ке деп алсақ, онда x5-тен жақшаның ішінде 5 қосылған 3 көбейтілген 2 тең 16 деген санды аламыз. Сонда бізде x5-міз 16 мүшеге тең болды. n7 келесін 7-ші мүшесін табайық. Сонда біз формуланы былай жазамыз. x7 тең 7 қосылған 3 көбейтілген 2 тең болады 20 шықты. Осы жерде x7 бізде сонда 20 санына тең болып шықты. Міне осылай әрбір мүшені табуға болады. Енді бекіту тапсырмасы номер 141 есепті қарастырайық. Сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтап, келесі 3 мүшесін жазыңдар. Соңғы 3 мүшесі берілмеген, соны қалай жазамыз? Қарайық. Бірінші есепте 7, 9, 11, 13, 15 деген сандар берілген, қалған 3 мүшесі белгісіз. Енді қандай сандар болады деп ойлайсыздар? 17, 19, 21 болады. Соңғы мүшелері. Келесі екінші есепте 3, 6, 12, 24, 48 деген сандар берілген, соңын арқартай соңғы мүшелерін жазу керекпіз. Ол болады 96, 192, 384 сандарға тең болды. Келесі есепті қарастырайық. Номер 143 есеп. Сандар тізбегінің алдыңғы 4 мүшесін жаз дейді.
Бірінші есебін қарастырамыз. Бірінші есепте бізде 4 мүшесі берілмеген. Тек қана 26, 31, 36, 41 деген берілген. Енді алдыңғы мүшелерін жазатын болсақ, ол болады 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 деген сандарға тең болды. Екінші есепте алдыңғы 4 мүшесі берілмеген, қарап отырсаңыздар, асты сызылып тұр сандардың. Енді толықтырсақ, сонда бізде орында 2, 4, 8, 16 деген сандар болу керек екен. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.